Кайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен болған Қатира. Бүгін сіздерге осындай аты резинкалы, басы қысып тұрады, жазда ыстық өткізбейді. Осы видеоны тігілу жолын көргіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ол үшін маған керегі сетчный болды алдым мен, негізгі матымды. Оны екі бүктеп алдым, екі қабаттап. Енді ұзындығын өлшеп алатын боламыз. 52 сантиметр. Ал ені 45 сантиметр кесіп алдым. Тюльпанның жасау жолы өте оңай. Бір жасағаннан шығады. Сіз де жасап көріңіздер. Қарапайым әрі тез. Мен бәрін осылай өлшеп алдым. 45 сантиметрде ені соны сызып алатын боламын. Бір керекеге болса сызып алдым ұзынын. Енді сол жерде мен инеме шаншып қойдым жылжымас үшін. Қайшымен қиып шығамын. Четтерін алып тастаймын. Мен каналыма кіріп көрсеңіздер, тюльпанның әр түрлі жасау жолдары бар. Содан қарап жасап алыңыздар сіздерде. Мен қиып алған бұлымды қоя тұрамын. Тура сол секілді 45 сантиметр етіп ұзындығын өлшеп аламын. Артық жерін қиып алып тастаймын. Бірінші резинканың енін өлшеп аласыздар. Қанша екен? Ені өлшеп алған, сонда тура солай кесесіздер. Менікі 5 сантиметр. Тігісіне 2 сантиметр қостым. Қайырып отырып тігеміз. Сонда мен 7 сантиметр етіп өлшеп алдым. 7 сантиметр кесіп алатын боламын. Енді арнайы матамның шетін тігіп шығамын. Шетін тігіп алдым. Енді шетін инемен шаншып алып, қат жылжымас үшін. Мен 10 сантиметр өлшеп алдым. Дәп сол сіздер өлшеп аласыздар. Тігіп алған жерінен жоғартата өлшеп аламын. Өлшеп алған жерімді сызып шығатын болам. Өлшеп алам деп қойған бұлымды мен 5 сантиметр өлшеп алдым. Соны төмен қарата тағы да 5 сантиметр өлшеп сызып алам. Ол жерге мен қазір резинканың бағуын тігетін боламын. Сіздер резинканың сантиметр қанша екенін біліп аласыздар. Тура сонша өлшеп қиып аласыздар. Енді бұлымның бас жағынан бастап 3 сантиметр етіп өлшеп бүктеп аламыз. Мен бүктеп үтіктеп дайындап қойдым, тез болсын деп. Сол жерімді инемен шаншып аламын. Дәл солай екінші жағында өлшеп аласыңдар. Мен 5 бүрме бүрдім. 5 бүрме бүріп, осылай инемен шаншып дайындап қойдым. Қазір сол жерді тігіп шығатын болам. Тура резинканың өткізбес бұрын соны жоғары жағынан тігесіздер.
Қыздар енді ошо ең несі тура мен резинка өткізген жерімнен бастап төменнен содан бас жағын бүктеп қайырып сол жерде тігіп аламыз. Тігіп алған жерімді қайтадан 6 сантиметр өлшеп аламын да, шеттен тігіп алып, әтпесе 4 бұрышты болып қалады. Үшкір болып, сондықтан 3 бұрышты тігіп шығамын. Екі жағында да солай істеп аласыздар. Қыздар осындай бандана орамалын тігіп шықтым. Басы қысып тұрады резинкасымен, өте әдемі шықты. Сіздер осыны тігіп көріңіздер, ұнаса лайк басып комментарий жазыңыздар. Сіздермен болған Қатира, келесі видеода жолыққанша.